Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей 10-шы сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы present continuous. Present дегеніміз осы, continuous созылмалы, яғни созылмалы осы шақ немесе нақ осы шақ. Өткен сабақтарда біз present simple өткен болатынбыз осы шақ. Ал present simple мен present continuous'ның ең басты айырмашылығы present continuous'те іс-әрекет дәл қазіргі сәтте, дәл осы сәтте орындалып жатады. Және де оның жасалу формуласы өте оңай. Бізге ең алдымен to be етістігі керек, және де сонымен қоса мағыналы етістік, және де біз осы мағыналы етістікке ing жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, work, working, dance, dancing, swim, swimming, және де осы ing жұрнағын біз ing деп оқимыз. И және ың әріпі сияқты қазақ тіліндегі ing. Енді біз бір мысал алып көрейік. Ол дәл қазір жұмыс жасап жатыр дейік. To be етістігі, мысалы he, және де he'дің to be етістігіндегі формуласы is. He is working, және де ол қазір жұмыс жасап жатқан жоқ. He isn't working, және де сұрақ қойғанда is he working. Және де мысалы мен жүзіп жатырмын дейік. I am swimming, I am not swimming. Мысалы дәл қазір сіздер ағылшын тілін үйреніп жатсыздар, иә? You are studying English. Мысалы, мен жұмыс жасап жатырмын. I am working. Сонымен қоса сіз now деген сөзді де қолдана аласыз. Яғни оның мағынасы қазір дәл осы сәтте деген мағынаны білдіреді. Және де ол сөйлемнің ең соңында болады. Мысалы, I am working now. Мен дәл қазір жұмыс жасап жатырмын. He is sleeping now. Ол ұйықтап жатыр. Асем is reading a book now. Асем қазір кітап оқып жатыр. Және де Асем кітап оқып жатыр ма? Сұрақ қойғанда is Асем reading a book now. Және де біз сұраулы сөздерді өткен болатынбыз, иә? What, where, when. Және де мысалы сен не істеп жатырсың деп сұрақ қойып көрейік. Істеу жасау бізде do. What are you doing now? Немесе what are you doing? Және де жауап бергенде I am watching TV. Мен теледидар қарап жатырмын. Мысалы біз қайда бара жатырмыз? Бару бізде go. Where are we going? Біз қайда бара жатырмыз? Және де енді біз мен теледидар қарап жатқан жоқпын, мен жұмыс жасап жатырмын дейік. I am not watching TV, I am working. Және де тағы бір сәт, біз кез келген етістікке ing жұрнағын жалғай алмаймыз. Яғни ағылшын тілінде бірнеше етістіктер бар, оларға ing жұрнағы мүлде жалғанбайды. Мысалы, like, love, want, understand, know деген сияқты сөздерге біз ing жұрнағын мүлде жалғамаймыз. Мысалы, сізге дәл қазіргі сәтте мысалы бір нәрсе ұнап тұрса, сіз жай ғана I like it. Маған бұл ұнайды, I like it, I love it деп қана айта аласыз. Мысалы, сіз дәл қазіргі сәтте шай ішкіңіз келіп тұрса, I want to drink tea дейсіз. I'm not wanting деген қате болып табылады. Сондықтан, егер ing жұрнағын жалғауға болмаса, онда сіз ол сөйлемді present simple'да ғана қолданасыз. Енді біз present simple мен present continuous'ты салыстырып көрейік. Мысалы, мен әдетте теледидар қараймын. I usually watch TV. Мен дәл қазіргі сәтте теледидар қарап отырмын. I am watching TV now. Сіз now деген сөзді қосуыңызға да болады, немесе қоспауыңызға да болады. Демек, present continuous дегеніміз белгілі бір процесс, және де ол процесс созылмалы, мысалы жүгіру, жүзу, сөйлеу, және де біз оны іс-әрекет дәл қазіргі, дәл осы сәтте болып жатқанда қолданамыз. I am studying English. I am reading a book. Асем is running. Асем is dancing. We are playing football now. Асем is sleeping. Is Асем sleeping? What are you doing? I am doing my homework. Достар, енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Ең бірінші, Асем is working today. Today дегеніміз бүгін деген мағынаны білдіреді. What
are the children doing? Балалар не істеп жатыр? Және де келесі сөйлемде сіз жауап беру керексіз. Are you watching TV? Және жауап бергенде No, I am not watching TV. Немесе сіз жай ғана No, I'm not деп жауап бере аласыз. Келесі сөйлемде сіз аудару керексіз ағылшын тілінде. Сен не оқып отырсың? Демек, What are you reading? Достар, бүгінге осы. Каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше, бай-бай!